Мен әйел адамдарға таң қалам бар ғой, не деген адамдар, Түннен бастайықшы, түнде кішкентай жыласа, түн ұйқысын 4 бөліп, сол кішкентайды жұбатып ұйықтатады. Таңға жуық үлкен бала шағаны сабаққа жібереді, бізді жұмысқа жібереді. Сонымен түске дейін қабыр жыбыр, үй жинайды, кір жуады, арасында намазын оқып алады. Сонымен түскі асы дайындайды, түсте бала шаға сабақтан келеді. Олардың түскі асын беріп, олармен бірге сабақ оқиды, мұғалім 2 болады ғой. Сөйтіп кеш батады. Кешке қарай кешкі асы дайындап, бізді жұмыстан күтіп алады. Бітпейді, бітпейді. Исламда әйел адамның дәрежесі өте жоғары. Соны біле тұра әйелдер өздерін күйеулерінен бір саты төмен ұстайды ғой. Ал біз кейде шыны керек майда шүйде қисық мінездеріне сабыр етпей, өз міндетімізді дұрыс атқармай жатамыз. Әрине көпке топырақ шашпайын. Оларға бірақ нәрсе бізден внимание керек екен да. Семішке көпілу, семішке қымбат, ты мой махаббат деп қойсақ болды ғой, әйелдерге осы жетеді ғой. Сол үшін еркектер өз міндетімізді жақсылап орындасақ. Мына салаттар тізіміне міндетті түрде қосып қойыңыздар. Сіздің дастарханыңыздың сәнін келтіретін ерекше салаттардың бірі. Бізге халумы ірімшігі керек болады. Менде Астана өнімінің халумы ірімшігі. Халумы ірімшігін бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Үлкендеу емес, кішкене бөліктерге бөліп сақтап турап аласыздар. Одан кейін оны құрғақ табада 2 жағын қызарғанша қуырып аламыз. 2 жағын сәл қызартып қуырып алсаңыздар жеткілікті, қатты қуырудың қажеті жоқ. Енді барлығын бір тарелкада жинайтын боламыз. Өздеріңізге ұнайтын салат жапырақтарын қолдансаңыздар болады. Менде бұл жерде руккола және де қызанақ, чили қызанақтарын қолдануға да болады. Және де піскен етті қуырып салсаңыздар да болады. Және де халуми ірімшіктеріңіз әдемілеп орналастырып, үстіне өзіңіздің ұнайтын соусыңызды құйып шығасыздар. Күн жетпен әсемдеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Рецептіңізді лайк басып қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Қазір хит болып жатқан салатты мен де жасап көрдім. Ақылы мастер-класстарда сатылып жүрген салат. Қызылшаны қайнаған суға пісіріп аламыз. Содан кейін осылай жұқа етіп турап аласыздар. Арасына творожный сыр салып жағып аламыз. Осылай мен сияқты кондитерлік қапқа салып алсаңыздар, оңай жағылады екен. Содан кейін тоңазытқышқа бір 10 минутқа қойып қоямыз. Сонда кескенге оңай болады. Содан кейін ыдысымызға руккола, шпинат, салат жапырақтары, өзімізге ұнаған жапырақтарды саламыз да, үстіне зәйтүн майын, лимон шырынын салып араластырып аламыз. Енді салатымызды жинап аламыз. Ыдысымызға, яғни тарелкамызға жапырақтарымызды саламыз. Қызылшаны осы үлкендеу етіп бөліктерге бөліп қойып шығамыз. Сонда әдемі болып көрінеді. Жанына апельсинді де қоямыз. Күнжіт сеуіп дастарханымызға ұсына берсеңіздер болады. Дастархандарының сәнін келтіретін 2025-ның хит салатының бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецептіне лайк басып, сақтап алып және де мені қолдауды ұмытпаңыз. Ауызашарға қонақ күтіп дастархан жасайтын болсаңыздар, дәл осы салатты міндетті түрде дастархандарыңызға қоюға кеңес беремін. Өте дәмді салаттардың бірі. Қарапайым ғана заттардан дайындалады. Шұжығымызды, жұмыртқамызды және де қиярымызды ұзыншақ етіп турап аламыз. Одан кейін жүгерімізді саламыз. Картошка пайдың дайын түрін қолданыңыздар, немесе жасасаңыздар да болады. Кішкене тұз сеуіп жіберсеңіздер болады. Бұл жерде менде картошка пай тұздалған болды. Майонез салып жақсы араластырамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын. Өте дәмді және де қолжетімді, міндетті түрде жасап көріңіздер.